والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yaratan Allah Teala sansın madaktır. Ardatı Peygamber Muhammed Mustafa'ya köptegen salavatlar men selamlar yollaymiz. Asar rahmında, merimde, erekşe merimde Allah'ın adına başlayın. Bugünkü takip edeptilik, körgüp, sifat depti. Yani körgün miniz degen söz. Öte kürdülü takip, öte kerekli takip. Körgün miniz dep aytып жатамыз. O körgün minizin aynalasında köptegen meseleler ketedi. Sonra қазір bir айтып өтейік. Адамның сыртқы келбеті дейді, қаншалықты сұлу болғанымен, оның шынайы болмысы мен ішкі руханияты тек әдептілік арқылы да көрініс табады депті. Адамның сыртынан бәріміз адамбыз, адам формасында екенімізді білеміз, бірақ барлық көрініс оның сырты қанша сұлу болғанменен шынайы болмысы, оның қандай адам екендігі әрбірден кейін ішкі руханияты мен әдептілігі арқылы көрініс табады депті. Әдептілік дегенде көп мәселе бар. Әдептілік адам бойындағы ең асыл қасиеттердің жиынтығы әрі рухани кемелдіктің айқын бейнесі. Әдепті бала арлы бала деп жатады ғой. Ол жай ғана қоғамды сақтау ғана емес, ол өзгелерге деген терең құрмет, кішіпейілдік және парасаттылық депті. Әдепті дегенше, әдемі десеңізші деген қазақта әңгіме бар. Жаңағы айтқан әдепті бала арлы бала дейді, яғни арын сақтайтын. Біз мектепте баяғыда жазып қойған екенбіз, бір жерден көріп. Әдемі киінудің өзі әдептілік деген лозунг жазып қойды бір заманда. Халықтаналар осылай айтады. Имандылығы мол адамның бойынан табылатын әдептіліктің кейбір көрінісіне тоқталып өтейік. Имандылығы мол адамның бойында көрінетін әдептіліктің ерекше белгілеріне мыналар жатады деген. Бірінші көркем мінез дейді. Екінші дауласудан бас тарту. Үшінші қарапайым болу. Төртінші тәкаппарлықтан адам болу. Деп бөліп қойыпты. Соны бірінші көркем мінез дегенге тоқталайық. Құрметті жамағат. Asıl dinimiz deydi, körküm мінезді болудың маңызы asıl dinimizde өте үлкен депті. Әли ибн Әбу Талиб, оған Алланың разылығы болсын, сәнді бұйымдар мен әдемі киім уақытша ғана көрікпейді дейді. Адамның шынайы көркі оның мінезінде де. Себебі мінезі көркем кісі адамдарға да, Алла Тағалаға да сүйікті болмақ дейді. Мінекей Әли ибн Әбу Талибтің сөзіне қарағанда сәнді киім, әдемі киіну, ол уақытша көрініс екен. Сырт бейнесі, әдемі киіну апты деген. Ал шынайы көркі оның мінезінде дейді. Мінезге байланысты деген. Ал мінезі жайлы болса, мінезі жақсы болса, ол Алла Тағалаға да, адамдарға да ең сыйлы адам болмақ дейді. Әбу Хурайра адамның жәннатқа кіруіне ең көп себепші болатын амал да осы көркем мінез депті. Жәннатқа баруға да ең себепші болатынның біреуі көркем мінез деген. Әбу Хурайра, Алла оған разы болсын, Алла елшісінен Алланың салауаты мен сәлемі болсын, адамдардың жәннатқа кіруіне ең көп себеп болатын не нәрсе деп сұрапты. Allah'ın elçisi Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den. Sonunda o kişi takvalık ben körküm мінез депті. Деп cevap veripti. Gördünüz mü? Sonunda takvalık olsa da şın peymen berілу, şın ıhlasымен істеу болса, мінезі көркем мінезге жататын болса, жәннатқа кіруге ең себепші болатын біреу депті. Шынайы жәннаттан саған адам ең алдымен өзінің мінезінің көркем болуына аса назар аудару қажет дейді. Кейбір адамдар менің мінезім өзі солай, немесе менің мінезім өзгермейді деп уәж айтады дейді.
Абай атамыздың қара сөздерінің бірінде былай депті: мен егер закон қуаты қолымда бар кісі болсам депті, заң менің қолымда болатын болсам, адам мінезін түсіріп болмайды деген кісінің тілін кесер едім депті хакім Абай. Сонда адамның мінезі өзгермей қатып қалады деген дұрыс емес екен. Шын ықыласымен мінез өзге әрекет жасаса, мінезін көркем мінезге айналдыруға болады деген сөз. Екіншісі, жаңа айтқан әдептіліктің көркем сипаты дауласудан бас тарту дейді. Дауласып жатамыз ғой, болмайтын нәрсеге. Сол жөнінде исламда не дейді? Дау екі немесе одан да көп адамдардың өзара пікір қайшылығынан болады. Ерекш болады ғой енді әртүрлі нәрсеге. Дау жанжал атауını берекені қашырып, адамдардың арасынан бөлінуіне, реніш пен кектің туына себепші болады. Әрі бүлдіреді, әлі кектендіруге себепші болады дейді дау деген. Алла Тағала қасиетті Құранның Әнфал сүресінің 46 аятында Аллаға және елшісіне бойұсыныңдар, өзара жанжалдаспаңдар, онда үрейленесіңдер де құттарың қашады, және сабырлы болыңдар. Расында Алла сабырлармен бірге деген. Мінекей осы аятта қарап көрсек, мінекей дауласу деген қандай мәселе екенін білуге болады. Тіпті дейді, дауласқан кісілер айтады, тіпті өзінікі дұрыс болып тұрған жағдайда да мүмін адам дауласудан бас тартуы тиіс депті. Өзінікі ерекшіп тұрғанның біреуі өзінікі дұрыс болғанын біліп тұрса да, дауласудан бас тартуы тиіс депті. Ардатты пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям, Алланың салауаты мен сәлемі болсын, мен дейді, өзінікі рас болса да тартысуды қойған кісі үшін жәннаттың ауласынан бір үй, ал әзіл болса да өтірік айтуды қойған кісі үшін жәннаттың ортасынан бір үй, ал көркем мінездіге жәннаттың ең биігінен бір үй берілетіндігіне кепіл боламын депті. Мінекей көрдіңіздер ме? Өзінікі дұрыс болып тұрып қойған адам бір үй, өтірік айтуды қойған адамға бір үй тұрғызылады депті. Ал енді көркем мінезді адамға ең төрінен биік үй берілетініне кепілдік берем депті пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Мен дауласудың мәселесі осы бас тартатын. Үшінші белгісі қарапайым болу депті. Ардатты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям саламы болсын, Алла Тағаланың ең сүйікті құлы бола тұра, адамдардың ең кішіпейілісі еді дейді. Алла елшісі сахабалармен бірге отырғанда кішіпейілдігі мен қарапайымдылығы себепті сырттан келген бөтен кісі қайсы адам пайғамбар екенін қарапайымдылығы сонша ажырата алмайтын еді дейді. Солармен бірдей отырып, бірдей әңгімесіп отырғандығында бұның үстіне пайғамбар қайсы, пайғамбар емес қайсы екенін адамдар жаңадан кейін кісіні ажырата алмайтын еді дейді. Сонда өте сондай қарапайым болатын еді дейді. Айша анамыздан, Алла оған разы болсын, адамдар сұрапты анамыздан, Алла елшісі үйде не істейтін еді депті. Сонда Айша анамыз, әдетте ол кісі өз жанұясының қызметінде болатын еді. Ал егер намаздың уақыты кірсе, намазға шығып кететін еді деп жауап берген екен. Сонда үйінің шаруасын, өзінің тірлігін істеп жүре беретін еді дейді. Аннас ибн Мәлік расында Мәдинаның кез келген кішкентай баласы Алла елшісінің оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, қолынан жетектеп қалаған жағына алып кете алатын. Яғни пайғамбар сондай кішіпейіл жұмсақ жан еді деп айтқан. Сонда кішкентай бала болса да жүріңіз деп, ол кісінің қарапайымдылығы сонша керек жеріне алып кете беретін еді дейді. Төртіншісі тәкаппарлықтан ада болу. Тәкаппарлық деген білесіздер ғой. Қанша намаз, оразасы, зекеті бәрі түгел болғанмен, адамның шын пейілінде кішкене тәкаппарлық болса, онда сол ғибадаттардың бәрі босқа кетеді. Тәкаппарлық өте ауыр нәрсе. Мен арадан мықтымын, арадан білімдімін, мен біліп қойғанмын деген адам құдайыр болады. Өте ауыр нәрсе. Сондықтан қарапайым болу керек, тәкаппарлықты мүлде ұмыту керек. Әдепті тәрбие адам қаншалықты атақ, мансап, дәрежеге жетсе де, еш уақытта тәкаппарлық менмендікке салынбауы керек дейді. Жемісті талдың жемісі көбейген сайын, оның бұталары иіле түсетіндік сияқты,
ол да атақ дәрежесі өскен сайын өзін өзгелерден төмен ұстауға тырысады дейді. Көрдіңіздер ма? Жемісі бар ағаш, жемісі көп байласа салбырай бермей ме төмен қарай? Сол сияқты адамның байып, әйтпесе мықты қызметке отырып кеткендігі адамдар сол бұталар сияқты өзін төмен ұстауға тиіс дейді. Алла Тағаланың берген нығметіне шүкіршілік етпей, сол арқылы өзін жоғары көріп, өркөкірекке салыну жақсы іс емес. Ахмет Бекірнеги бабамыз былай дейді: кішіпейілдің абыройы асар, тәкаппардың құты қашар депті. Кішіпейілдің абыройы асар, тәкаппардың құты қашар дейді. Менмін дегесін тағы да айтуға тура келеді, уже көптеген оның құлшылықтарын бәрі былайша айтқанда күйіп кетеді. Ібілістің де, шайтанның, ібілістің де лағнетке ұшырауына осы тәкаппарлық себеп болған. Көп адамдар біледі ғой оны. Сол турасында Алла Тағала қасиетті Құранның Бақара сүресінің 34-ші аятында айтады: сол уақытта періштелерге адамға сәжде етіңдер дедік. Сонда олар дереу сәжде етті адамдар. Бірақ ібіліс бас тартып тәкаппарланып қарсы келушілерден болды дейді. Сондықтан ол тәкаппарлықтың кесірінен соған ұшырады. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жүрегінде мысылдай тәкаппарлығы бар адам жәннатқа кірмейді депті. Жәннатқа кірмейді депті. Сондықтан барлықтарымызда мына қасиетті Рамазан айында осы тәкаппарлық туралы білсін деп жатырмын. Негізі мәселе деп жатқаным сол. Иненің жасуындай болса да тәкаппарлықты боялдырмауымыз керек. Осы бүгінгі уақытымызда айтылып жатқан мәселелер осы. Барлығымызды Алла Тағала көркем мінезді, сондай әдепті болуды нәсіп етсін. Бүгінгі дұға тілектерді Алла қабыл етсін.